Сәлеметсіңдер ме балаларым? Бәрекелді, қалжыңдағын қарай балаларым. Балалар, мен сендерге бүгін алғашқы үй ертегісін оқып бергім келіп отыр. Мен Жұма қыздың әжесі боламын. Біз қызымыз екеуміз осы ертегіні ойдан құрастырып жаздық. Ал балалар, олай болса, кәнекей, барлығымыз мұқият мені тыңдап, жақынырақ отырыңдар. Кәнекей, мен сендерге бүгін алғашқы үй ертегісін оқып беремін. Жарай ма балалар? Ал мұқият тыңдаймыз олай болса. Бір кезде жасыл орманның ішінде кішкентай, бірақ өте әдемі үй болыпты. Кәнекей, Димаш, тыңдай қояйық. Қазір түсінбей қаласың ертегіні. Бұл үй үлкен ағаштың бұтағында орналасқан еді. Ағаштың бұтағында тұрып, үйдің терезесіне қарағанда орманның ғажайып көрінісі ашылатын. Үйдің иесі кішкентай қыз Аружан болатын. Аружан ормандағы барлық құпияларды біліп, табиғатпен достасқан еді. Бір күні ол ағаштың үстінде жаңа үй құруды шешті. Әжесінің көмегімен ағаштың бұтағында кішкентай бірақ жайлы үй салыпты. Түсініп жатырсыңдар ма балалар? Аружан өзі үй салмақшы болып шешіпті. Ағаштың бұтағынан үй салайын деп жатыр екен. Аружан үйді әдемі етіп, жасыл бояулармен бояп, терезелеріне гүлдер орнатты. Үйдің ішінде кішкентай үстел, орындықтар және жұмсақ төсек болды. Әрбір таң сайын Аружан ағаштың үстінен орманның таңғажайып сұлулығын тамашалайтын. Бір күні оның достары Нұржан мен Дана Аружанға ағаштағы үйге келуге шақырады. Нұржан Аружанды ағаштағы үйді көруге шақырыпты. Олар бірге ағаштың үстіне көтеріліп, үйді көріп, өте таңғалады. Олар бірге сурет салып, әңгіме айтып, уақытты қызықты өткізеді. Аружан мен оның достары ағаштың үстіндегі үйде көп уақыт өткізіп, табиғатпен жақындасты. Әр кеш сайын жұлдыздарға қарап, астрономиялық зерттеулер жасауды ұнататын. Уақыт өте келе, ағаштағы үй Аружан мен оның достарының сүйікті орнына айналды. Ең жақсы естеліктері мен достықтарын сақтап қалатын орын болды. Бұл ағаштағы үй Аружан мен оның достары үшін тек жайлы баспана емес, сонымен қатар табиғатпен жақын болудың және достықтың символы болды. Ертеде ағаштағы үйде өткізілген әрбір күн олардың жүрегінде мәңгілік із қалдырды. Көрдіңдер ме балалар? Достықты қандай ғажайып суреттеген біздің мына жерде Жұмағаз қызымыз. Ағаштың басындағы үйді, мінекей суретін көрсетейінші балалар, қараңдаршы. Ағаштың басына үй салып, бұл жерге достарын шақырды, жұлдыздарды тамашалады, табиғатты тамашалады. Сонымен қатар көп қызықты оқиғаларды бастарынан өткізді. Осындай ертегілер оқыпты ол жерде. Түсіндіңдер ме балалар? Ал балалар, ертегі сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар балалар. Ертегі өте қызықты екен, достыққа шақырады екен бізді. Керемет ертегі болды балалар, жарайсыңдар.